Сәлем достар. Қазіргі кезде миллиондаған адам дәл қазіргі уақытта дәрі ішіп жатыр. Яғни біреу бас ауруына ішеді, біреуі қан қысымына ішеді, біреуі суық тигенде ішеді. Кез келген жағдайда өзін емдеп алу мақсатында дәріні ішіп жатады. Бірақ осы сұрақты көп адамдар өздеріне қоймай жатады. Мысалы, екі дәріні ішу барысында бірден көп, яғни екіден көп дәрілерді бірге ішу барысында олар организмге қалай әсер етеді деген сұрақты өздеріне қоймай жатады. Ал кейбір жағдайларда осы немқұрайлылық біздің жағдайымыздың нашарлауына, тіпті дәрінің әсер етпеуіне, бауыр бүйректің қызметінің бұзылуына, ақыр соңында тіпті организмге у болып, соңы өлімге әкелуі мүмкін. Бүгін видеомда мен сіздерге осы ең қауіпті дәрілік комбинациялар туралы айтатын боламын және оларды немен алмастыруға болатынын да айта кететін боламын. Видеомды егер де осы тақырып қызық болатын болса, соңына дейін көріңіздер. Жалпы дәрі-дәрмек өзара қалай әрекеттесуі мүмкін? Дәрі-дәрмектердің өзара әрекеттесуі дегеніміз не? Дәрі-дәрмектер біздің ағзамызға химиялық жолмен әсер етіп жатады. Бір дәрі екінші дәрінің әсерін одан сайын күшейтуі мүмкін немесе азайтып жіберуі мүмкін. Бұл дәрілік өзара әрекеттесу деп аталады. Мысалы, дәрінің ішіндегі рецептурникті алып оқысаңыздар да, соңғы жағында белгілі бір дәрілік заттармен әрекеттесуі деген бір қысқаша жазбалар тұрады. Сол жазбаларды оқу барысында қай топтағы препараттармен әрекеттескенде қандай эффект көрсететіні жайлы сол жерлерде инструкцияда жазылып тұрады. Мысалы, сіз антибиотик ішіп жүрсіз, иә? Сол антибиотикпен қосып құрамында кальций бар дәруменді іштіңіз. Сол кезде егер қатар кальциймен бірге антибиотикті қатар ішкен болған жағдайда антибиотиктің әсерін кальций басып тастайды. Сол кезде сіздің организміңізде болып жатқан инфекцияға қарсы әсерін кальций осы жерде басып тастайды. Енді мен сіздерге осы жерде ең қауіпті 7 комбинация туралы тоқталғым келіп отыр. Осыларға мән беріңіз. Сіздің өміріңізде мүмкін біреуі болсын кездескен болар. Яғни бірінші ол аспирин мен ибупрофен. Ибупрофеннің жалпы саудалық атауы ибуфен деп те аталып жатады. Балаларға ішкізіп жатамыз кейде. Немесе жалпы екі қабынуға қарсы препараттар. Бұлар екеуі де абырсынуды басады, қабынуға қарсы дәрілер болып табылады. Жалпы екі дәріні бірге қолданған кезде, мысалы парацетамол мен аспиринді де бірге қолданып жататын адамдар болады, иә. Сондай кезде асқазан жарасын одан сайын күшейтіп жіберуі мүмкін, немесе жараны тудыруы мүмкін. Жалпы осындай жағдайлардың әсерінен кейде асқазаннан қан кету қаупі артады. Осындай жағдайда орнына қабынуға қарсы препараттардың ішінен тек біреуін ғана қолданғандарыңыз дұрыс болады. Егер сіз мысалы аспиринді қанды қоюлатпай сұйылту мақсатында қолданып жатсаңыз, яғни онда 2 сағаттан кейін барып ибуфенді бөлек ішкеніңіз дұрыс, яғни ибупрофенді. Ендігі екінші комбинация бұл антибиотик пен сусындар. Яғни сусындардың ішіне сүт, кофе, шай, немесе шырындар кіреді. Егер антибиотикті осындай сусындармен бірге ішетін болса, көп адамдар кейде сүтпен ішіп жібереді деген секілді ғой. Балаларға әсіресе сүтпен немесе басқа сұйықтықтармен беріп жатады. Сол кезде антибиотиктің әсері төмендейді. Барынша дәрілік препаратты, осы антибиотикті, кез келген дәрілік препаратты сумен ішкендеріңіз дұрыс болады. Сүт негізі құрамында кальций болады, жаңа айтылып кетті. Сол кальций антибиотиктің әсерін азайтып жібереді. Сол секілді кофе, шай да, оның құрамында таурин деген кофеиндар, бұлардың барлығы препараттың әсерін төмендетеді. Ендігі үшінші кезекте парацетамол плюс алкоголь. Алкоголь бұл этил спирті, яғни оны
комбинациямен ішетін болсаңыздар, парацетамолмен, онда бауырыңыз құриды. Негізі кез келген препарат бауырға барады, қан айналым жүйесіне түсіп, әсер етеді де бүйрек арқылы дәрумен шығып кетеді. Сол кезде бауырға дәрілік препарат плюс этил спирті түсетін болса, онда бауыр жұмысын қатты күшейту әсерінен қызметі нашарлайды. Соның нәтижесінде бауыр жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Тіпті бір рет қолдансаңыздар осылай, яғни парацетамолмен бірге сусынды ішетін болсаңыз, онда бұл бауыр жеткіліксіздігін бір ішкеннен тудыруы мүмкін. Ем кезінде кез келген ауруды емдеу барысында негізінен алкогольді толықтай тоқтатқан дұрыс болады. Келесі препарат варфарин плюс аспирин. Бұлар антиагреганттар, яғни екеуін қосып ішетін болсаңыздар, сіздерде қан кету дамуы мүмкін. Негізі варфарин бұл қан сұйылтқыш, аспирин де қан сұйылту препараттарына жатады, антиагреганттар тобына жатады. Сол үшін қан кету барынша дамиды, тез дамып кетуі мүмкін. Яғни егер екеуін бірге ішетін болсаңыз, тек дәрігердің бақылауында ішкендеріңіз дұрыс, және тек дәрігердің рецептісімен ғана. Бесінші комбинацияға тоқталайық. Бұл жерде қысымға қарсы, яғни артериалдық гипертензияға қарсы препараттар мен суыққа қарсы препараттар. Оның ішінде бета-адреноблокаторлар осындай әсерге ие болады, яғни бірі қысымды төмендетеді, суыққа қарсы препарат оның қысымды жоғарылатады. Нәтижесінде бізде жүрекке үлкен жүктеме түсіп жатады да. Суық тиген кезде негізі адам барынша осы жағдайға мән беру керек. Яғни екі қарама-қайшы эффект бергеннен медицинада оны cold medicine деп атайды. Яғни жүрек қағуы болуы мүмкін, бас ауруы болуы мүмкін. Яғни қысымды түсіретін препаратты ішкенмен де сол организмде симптомдар сақталуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде қан қысымын өлшеп отырыңыздар, және де дәрілік препаратты екеуін бірге емес, арасына 2 сағат салып, немесе 3 сағат салып ішкендеріңіз дұрыс. Ендігі алтыншысы темір препараттары және кальций. Кальций негізі көп дәрілік заттардың эффектісін түсіреді. Темір препараты дәл солай. Темір препаратымен бірге кальций препаратын бірге ішсеңіз, немесе сүтпен, шаймен, сүт қосылған шаймен, немесе кофемен ішетін болсаңыз, сіздердің емдеп жатқан анемияларыңыз жазылмайды. Осы жерде айта кетейін, мүлдем дәрілік железа темір препараты мүлдем организмге әсерін бермейтін болады. Сол үшін темір мен кальций препаратының арасында үзіліс болу керек. Ендігі кезекте соңғы комбинация антидепрессанттар мен анальгетиктер. Бұл жерде антидепрессанттар екеуі бірге аналгетиктермен бірге ішетін болсаң, серотониндік синдром дамиды. Яғни бұл жерде бас айналу болуы мүмкін, жүрек қатты соғады, қызу жоғарылауы мүмкін. Одан бөлек жаңағыдай бас ауру секілді симптомдар дамиды. Бұл организмге өте қауіпті белгі. Сол үшін барынша абай болғандарыңыз дұрыс. Ендігі мен сіздерге жалпы адамдардың қарапайым халықтың, жалпы адамдардың жасайтын 3 қателігін айтып кетейін. Біріншісі, бұрын көмектесті бұл ауру кезеңінде, ендігі қазірде маған көмектеседі деген ой болуы мүмкін. Яғни уақыт өте біздің ағзамыз өзгереді, бір дәрі әсер етсе, келесі жолы мүлдем әсер етпеуі мүмкін. Сол себепті или мүмкін сізде басқа жағдайда қасына бір дәрілік препаратты қосып ішуіңіз мүмкін. Сондай әсердің нәтижесінен бұл сіздің ауруыңызды емдемеуі мүмкін. Келесі екінші қателік, дәріханада айтты, іше беріңіз деп айтты, деп фармацевттің айтуымен ішетін дәрілерді айта кетсем, сізге біріншіден дәрігер рецептпен дәрілік затты беру керек. Ал фармацевттің ол өзіндік ол дәрілерді меңгеру ғана маманы, ол организмге қалай әсер ететінін, емдеу әсерін, жаңағыдай қандай жағдайда емдейді, сізді емдеп жатқан адам ол фармацевт емес, дәрігер болғандықтан барынша өз дәрігеріңізден рецептпен дәрілік затты алғаныңыз дұрыс болып табылады.
Одан бөлек, бұл дәрумен ғой, зияны жоқ деп үшінші, топтағы адамдар шығуы мүмкін. Негізінен дәрумен де мысалы, химиялық зат. Кез келген шет организмге сырттан енгізілетін заттардың барлығы, дәрілік зат болып табылады. Ол витаминдер болсын, мейлі минерал заттар болсын, жалпы олар, қалай да болсын организмге әсерін береді. Мысалы, В6, В12 витаминдерінің өзі, жүйке жүйесіне кейбір жағдайда кері әсер етуі мүмкін. Сол үшін барынша, осы үш қателікті жасамауларыңызды сұраймын. Дәріні дұрыс ішу ережелері. Не тоқталайын. Бірінші, дәріні міндетті түрде сумен ішкендеріңіз дұрыс. Иә. Екіншісі, ә, Екінші, бұл жаңағыдай дәріні ішер алдын дәрігермен кеңесіңіз немесе фармакологпен. Ондай мамандар бар. Ондай, мамандармен ақылдасып отырып та дәріні қабылдасаңыз болады. Үшінші, егер, 2 дәріні бірге ішетін болсаңыздар, арасына уақыт салыңыздар. Кем дегенде 2 сағат салыңыздар. Және төртіншісі, дәрінің нұсқаулығы, жаңа айттым, инструкциясын міндетті түрде оқып барып, танысып барып ішіңіздер. Соңғысы, дәріні, өз беттеріңізше тоқтатып, өз беттеріңізше ішпеңіздер. Осы қателіктерді жасамасаңыздар, яғни осылай инструкциямен қолдансаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Енді мен қорытындылай кетейін. Жалпы достар, дәрі бұл дос та бола алады, жау да бола алады. Ол организмге ем де бола алады, у да бола алады. Сол себепті барынша, оның айырмашылығы, яғни сізге пайдалы жағы барынша ол сіздің сауаттылығыңызға байланысты болады. Бірге қолдануға болмайтын дәрілердің тізімін есте сақтап алыңыздар. Дәптерлеріңіз болса түртіп алыңыздар, жазып алыңыздар. Келесі жолы осындай комбинацияларды дәрілерді ішетін болсаңыздар ескересіздер. Және де бұл, осы видеомда, басқалармен репост жасап бөлісіп отырыңыздар, комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар және арнама тіркеліп қойыңыздар және арнамның дамуына үлес қоссаңыздар деген, ниеттемін, сенімдемін. Жалпы мен сіздерге, жалпы зор денсаулық тілеймін. Арнамды дамыта беріңіздер және, көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.